Сәлем достар, бүгін сіздермен тауық етінен өте дәмді тамақ жасаймыз. Ең алдымен суымызға тауық етін салып пісіріп аламыз. Сосын картоптарымызды бөліп, картоптарымызды суға пісіріп аламыз. Картоптарыңыз тезірек және бірдей пісу үшін ұзын қылып кесеміз және кішкене тұз себеміз. Картопымыз піскеннен кейін суын ағызып тастаймыз және оны суытып қоямыз. Суыған картоптарымызды езгілейміз. Кішкене тұз қосып езгілеп аламыз. Жақсылап езгілегесін біздің тауықтарымызды алып, тауықтың сыртқы бөлігін алып тастаймыз. Және оның еттерін кесіп аламыз. Сүйегінен етін ажыратқаннан кейін еттерін ұсақтап тураймыз. Осылай ұсақтап турап шығамыз. Біздің піскен картоптарымыздың үстіне саламыз. Оның үстінен бір жұмыртқамыз саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біздің сүйектерімізге начинканы қоямыз, яғни начинкасын араластырып, осыны жинақтаймыз. Видеодағыдай жасасаңыздар болады. Сүйегіңізден ажырап кетпес үшін үстінен кішкене басып саламыз. Дайын болған тауықтарымызды бірінші жұмыртқаға және екінші панировочный сухаримізге аунатып аламыз. Барлық тауықтарымызды осылай аунатып аламыз. Бірінші жұмыртқаға, екінші панировочный сухариге. Барлығын осылай бірінші жұмыртқаға, екінші панировочный сухаримізге аударып аламыз. Және дайын болған тауықтарымызды, егер қаласаңыздар, егер беті хрустящий болған қаласаңыздар, онда міндетті түрде майға қуырыңыздар, қызып тұрған майға. Ал егер ондай хрустящий болмаса да, пешке пісірсеңіздер де болады. Яғни мен өзім пешке пісірдім. Бетіне ол үшін міндетті түрде май жағу керек. Яғни зәйтүн майы немесе сұйық май жақсаңыздар да болады. Осылай барлығын бетін жағып шығу міндетті. Өте дәмді және ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.